Бәріне сәлем достар. Бүгін біз 6 сыныптың қазақ тілінің 8 тарауының 9 параграфын өтетін боламыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз наурыздағы бата тілектер. Бізде бірінші тапсырмада айтылыпты: мәтінді оқып, көркем сөйлеу және ауызекі сөйлеуге тән ерекшеліктерге назар аударыңдар депті. Бірақ біз астындағы сұрақтарына жауап береміз. Бірінші сұрағында айтылыпты: наурыз мерекесінде қандай ас әзірлейді? Екінші сұрағы: наурыз мерекесінің басты нышаны деп нені айтуға болады? Наурыз мерекесінде негізінен наурыз көже дайындалады. Ол 7 түрлі тағамнан жасалады: су, тұз, ет, май, сүт, дәнді дақылдар, тары, күріш, бидай және құрт немесе айран. Сонымен қатар бауырсақ, қымыз, ірімшік, жент секілді ұлттық тағамдар да дайындалады. Екінші сұрақтың жауабы: наурыз мерекесінің басты нышаны наурыз көже мен көңілді халықтық той. Бұл күні адамдар бір-біріне ақ тілек айтып, бата береді, ұлттық ойындар ойналады, алтыбақан құрылады, наурызнама тойланады. Сондай-ақ наурыз символдарының бірі көрісу дәстүрі. Екінші тапсырма: оқылым мәтіні бойынша деңгейлік тапсырмаларды орындаңдар. Бірінші деңгей: әңгімеде кездесетін бата тілектерді теріп жазыңдар. Екінші деңгей: мәтінге ат қойып жоспар құрыңдар. Үшінші деңгей: қазіргі наурыз мейрамы туралы шағын мәтін жазыңдар. Бірінші деңгейдің жауабы: аман-есен наурызға жеткізгеніңе шүкір Алла. Екінші: көруге күніміз, еститін жырымыз бар екенде. Келесі наурызға да 4 көзіміз түгел жетейік. Несібең алдыңдағы шарадағы дәннің санынан да артық болсын. Ниетіңе рахмет айналайын, бұл жақсылығыңды ұмытпаспын. Осылай жазып аламыз. Енді екінші деңгейде мәтінге ат қоятын болсақ: наурыз ырыс пен молшылықтың бастауы. Жоспар құрайық. Наурыз қарсаңындағы дайындық. Наурыз көже берекенің белгісі. Қонақжайлылық қазақтың қасиеті. Бата тілектер мен мерекелік көңіл күй деп жазып аламыз. Үшінші деңгей: қазіргі таңда наурыз мейрамы Қазақстанда ұлттық деңгейде кеңінен тойланады. Бұл күн адамдар бір-біріне ақ тілек айтып көріседі. Наурыз көже пісіріліп, мерекелік дастархан жайылады, ұлттық ойындар ойналып, концерттер ұйымдастырылады. Наурыз татулық пен бірліктің символы. Достар, үшінші тапсырманың бізге керегі жоқ. Төртінші тапсырма: оқылым мәтінінен үстеулерді тауып, мағыналық түрлерін ажыратыңдар. Синонимдік қатарларын түрлендіріңдер депті. Мәтіндегі үстеулер: ертеңгі, мезгіл үстеуі, қаттырақ, күшейткіш үстеу, жарқын, сын қимыл үстеуі, түгелдей, мөлшер үстеуі деп жазып алайық. Бесінші тапсырма: достарыңды наурыз мерекесімен құттықтау хат жазыңдар депті. Құрметті достар, баршаңызды наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Бұл мереке жаңа бастамаларға, татулық пен ырыс берекеге толы болсын. Әр шаңыраққа молшылық пен қуаныш тілеймін. Алтыншы тапсырма: наурыз мерекесімен бірге жүретін нышандары: қадір түні, наурыз көже, наурыз төлі, наурыз көк, наурызша, наурыз шешек туралы мәліметтер құрастырып, таныстырылым жасаңдар депті. Қадір түні: 21-нен 22 наурызға қараған түн. Қыдыр ата адамдарға бақыт, байлық тілеп, үй-үйді аралайды деген наным бар. Наурыз көже: 7 түрлі тағамнан дайындалатын дәстүрлі ас. Наурыз төл: наурыз айында туған мал төлдері, олар жылдық жаңарудың символы. Наурыз ек: наурызда өсіп шығатын жасыл өсімдік. Наурызша: наурыз айында жауған қар. Наурыз гүл: көктемде алғаш гүлдейтін өсімдік. Достар, осымен менің видеом аяқталды. Сау болыңыздар. Мені 1000 подписчикке жеткізіп тастайық.